Оразан Рамадан айының 8 ғасырға дейінгі тәңіршілікке түк қатысы жоқ дейді. Оразада байланатын сайтандардың өздеріңе бас игендерден айырылып қалмау үшін оразаға жабыстың ба дейді. Шынында ораза деген қазақтың дүние танымы, мына исламдағы садақа деген сөзге сәйкес келеді. Орып отырған наза тұтады қазақ бұрын. Осы наурыз айында бір айға созылған мерекеде кедей-кепшікке, мұқтаждарға орып отырған наза тұтқан. Қолдарындағы кітапта оны ас-сауым дейді. Ораза демейді. Сол ас-сауымға сәйкес келетін біздің тәңірлігінің дүние танымында ауыз бекіту деген бар. Ол парыз емес. Ол әр адамның өзінің денсаулық үшін жасалатын міндеті, атқаратын қарекеті. Тауға барып тазалана ма, ойға барып тазалана ма, ішкі болмысын, құрылысын, небір микробтардан, бактериялардан, албастылар әлемінен. Ораза емес екен. Қазақтың ораза деген сөзі исламның садақа деген сөзіне келеді екен. Ал ас-сауым дегені біздің ауыз бекітуге сәйкес келеді екен. Әркімнің өз дүние танымы бар. Алдыменен терминдарын жөндеп ал. 8 ғасырда не жұмысың бар? Кеше туып. Тарихты зертте. 8 ғасырдан ары қарай кір. Қазақтың сөздік қорын, оның шежіресін, оның дүние танымын зерделе. Содан кейін осындай бір сөзді айтасың. Жөнін түзу. Шатыстырып отырғанымыз жоқ. Шатаспай сөйле деп отырмыз. Алып алғанымды қайтып аламыз деп отырмыз. Өзіңнің жөніңмен жүр, өзіңнің терминіңмен жүр. Қолындағы ұстап отырған ұлы кітапты құрметте, сыйла деп отырмыз. Терминдарды дұрыс пайдалан деп жүрміз.